Мұқағали Мақатаев, тағы да күз, тағы міне сары таңды ұзақ түн. Тағы да күз, тағы міне сары таңды ұзақ түн. Уысында тағы да мен ұйқы дейтін тұзақ түн. Ой хош шіркін, тағы да бір күзді міне ұзаттым, өмірімнің есейген сезінемін күздемен. Алдағыма асығамын, өткенде әсте іздедім. Ой хош шіркін, болашаққа құмармыз ғой біз деген. Жүрші жаным, қоңыр күзде серуендейік жарықта. Қайтқан құстың әуенімен қоштасайық қыратта. Күз өткенге кеймеймін, сағынамын бірақта. Қайтып бара жатыр әне, сағыныштар тырналар. Ақ қайыңдар, тал теректер, алтын сары сырғалар. Туған жердің кеудесінде тұнжырайды жылғалар. Қайда кеткен жасыл алқап, жасыл орман, жасыл маң. Қайда кеткен жақұт гүлдер паң далаға шашылған. Қайда кеткен, қалай өткен, кімге барып бас ұрған. Қалай біздер қапелімде аңғаралмай қалғанбыз. Әттеген ай, неткен аңқау, неткен ақау жандарымыз. Келіп қаптау сағыныштай сап-сарала арман. Астында шомшы жүр, бол да бір керуен. Қай ауылды көрсең де жабырқанған, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал қыржан қағып бала бүрсін, көңілсіз қара суық сырда жүрсін. Кемік сүйек сорпасу темеген соң, үйде ит жоқ тышқан аулап. Қайда көрсен, күзеу тосқан оты жоқ елдің маны. Тұман болар жел сұқса шан тозаны, от шықпаған үйінің сүрі қашып, ыстан қорыққан қазақтың құрсын заны. Аты жөнім Қасымқызы Несібе. Бүгін мен қолөнер жасамақшымын, және ол қолөнерді осы кәжекейге осы моншақпен қастырма жасайтын боламыз. Осы және қастырма жасаймыз. Ол үшін бізге керек заттар фетра, осындай пішінді, және қайшы, моншақтар, ине мен жіп керек, және дөңгелек пішінді затты алып, оның пішінін сызып аламыз. Енді бұна қиып аламыз. Неке қиып болдық. Нұрымолжан, бұл шаруақта жерге түскен жапырақтарымыз соң балын алып күзгі балға арналған тапсырманы істене жатырмын. Осындай етіп қолөнер шықты.
Мен Исатай Таймақ атындағы номер 27 орта мектебінің 6 сынып оқушысы Бердіғали Бейбарыспын. Мен күз береке сайысына панно жасадым. Оны мен шарбақта өсетін кепкен өсімдіктерді құрастырдым. Оған мен қағаз, мата, пластилин пайдаландым. Бұл жұмысқа қызуым себебі құстың сұлбасын жасау болды. Бұл композиция орман табиғаттың бір көрінісі деп ойлаймын. Осы композицияда мен 4-5 түрлі өсімдік түрін пайдаландым. Абай Құнанбайұлы күз. Сыр бұлт түсі суы қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тоңғаныма, тойғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жасқан. Жасыл шөп бәшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салып иен, салбыраңқы тартыпты жұтық киім. Енесіне үйетіп шуда жібін, жас қатында жұтылған жамайды үйін. Абай Құнанбайұлы өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмасын, терең ойдың телміріп соңына келмей. Дүниеге дос, ақиретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей боп орныға алмас. Дүниеге ынтық, мақшарға алмассыздың, иманын түгелдеуге аузың бармас. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais.